Қазақ халқының асқа, дәстүрге және ырымға қатысты тыйымдары мен салттары. Қазақ халқында асқа құрмет ерекше орын алады. Ас ішіп отырған кезде қол сілкуге тыйым салынған, өйткені мұндай әрекет астың берекесін қашырып, дәм-тұзы кетеді деп сенген. Қаралы жиыннан кейін ел қайтарда ақсақалдардың бірі қаралы ағашты сындырып тастайды. Бұл өлім осымен тоқтасын, қайғының соңы болсын деген терең мағыналы ырым. Осы сәтте әйелдер мен қыз-келіншектер соңғы жоқтауларын айтып, марқұммен қоштасады. Жылы ас берілген соң марқұмға енді жоқтау айтылмайды. Той мен асқа арналып арнайы әкелінген саба қымыз толық сарқылмайды. Түбінде бір ожау болса да қымыз қалуға тиіс. Бұл саба кеуіп, сүті тартылып қалмасын, берекесі кетпесін деген ырым. Саба семсе, малдың желіні семіп, құт-береке жоғалады деген сенім бар. Асқа сойылған малдың жауырын сүйегін мұжып болған соң, оны ер адамдар жол ашу үшін пайдаланады. Бұл салтты әйел адам жасауға болмайды. Сойылған малдың етінен үй иесі алдымен ауыз тимей тұрып, оның қан жынын итке жегізуге болмайды. Өйткені адал малдың етінен алдымен адам иман айтып дәм татуы керек. Егер бұл тәртіп бұзылса, ас арамданып дәмі кетеді деп ырымдалған. Малдың еті алдымен сол үйдің адамдарына ұсынылады. Қонақтарға кейін беріледі. Малдың қаны итке иіскетілмей жерге көміледі. Бұл жақсы тілекпен несібе ит құсқа кетпесін деген ниеттен туған дәстүр. Мұндай үлкен ас пен тойға әдетте нысаналы мал сойылады. Көк қасқа тай, ақ сары бас қой, атан түйе, өгіз не ту бие. Сойылған мал қасиетті болып есептеліп, оның киесі кетпесін деп ырымдайды. Қазақтар аспаннан ағып түскен жұлдызды көргенде, жұлдызым жоғары деп айтады. Бұл өмірімде жақсылық болсын, бағытым ашылсын деген тілектің көрінісі. Ас ішкенде және біреуге зат бергенде, немесе алған кезде тек оң қол пайдаланылады. Бұл ісім оңға бассын деген сенімді білдіреді. Ас соңында көңілді ойын-сауықтар ұйымдастырылады. Ат бәйгесі, жорға жарысы, балуан күресі, көкпар, теңге ілу, қара ату сияқты ұлттық ойындар өткізіледі. Бұл қайғы мен қаралы күннің соңы қуанышқа, той-думанға айналсын деген ырым. Қазақтың халықтық медицинасында ұшықтау тәсілі ежелден бар. Ас-ауқаттан, жел-ғұздан, иіс-қоңыстан ұшынған адамды ұшық-ұшық, кет, бәлекет деп күн батар шақта жерге жатқызып ұшықтайды. Сосын үйге әкеліп, жылы жауып қояды. Ас пен тұзды төгіп, шашпайды. Кесір сөздер айтылмайды, нанды теппейді. Бұл тоқшылықтың қадірін біліп, ашаршылыққа ұшырамас үшін сақталған тыйымдар.